Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына арналған іс-шараларға байланысты өзімнің Ыбырай Алтынсарин шығармаларын заманауи әдістермен оқыту атты баяндамамды ұсынамын. Мен Түркістан облысы Созақ ауданы Алтынсарин атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Баяндиева Дидар Мұхаммадиярқызы алдыңғы сабақтарда түсіріліп жүрген әдістерімді, технологияларымды Ыбырай Алтынсарин шығармаларына қатысты дүниелерімді жинақтап осында көрсететін боламын. Ыбырай Алтынсариннің Кел балалар оқылық өлеңінде мынандай керемет сөз бар. Оқу деген шыныды, тұрған сайын шыныққан. Оқу білген адамдар май тамызған қылыштан. Қарап тұрсаңыз, шындығында оқу білетін адамдар қылыштан май тамызады. Жалпы Ыбырай шығармаларының бүгінгі күнгі маңызды ерекшелігін мен төмендегідей қазіргі таңда актуалды болған ғылымдармен байланыстырып көрдім. Әрине, экзистенциялық коммуникация құралы, яғни логотерапиямен байланысы. Жалпы логотерапия деген ілімде, егер адам жастайынан, бала күннен кеудесіне құндылық жинап өспесе, ол келешекте экзистенциялық вакуумға ұшырайды. Яғни, қазіргі таңдағы өзекті болған суицид сияқты проблемалармен кезігеді. Сол үшін оның шығармаларын, оның әңгімелерін, ертегілерін керемет осындай құндылықпен толтыратын дүние деп қарастырдым. Келесіде ол психологиямен байланысы. Яғни, Ыбырай шығармалары өзін-өзі тану мектебін құрайды. Яғни, алдыңа мақсат қою, оған жету, өзіңді шабыттандыру, еңбекке ұмтылу сынды керемет дүниелермен танысасыз. Педагогикада әрине білім мен тәрбие негізі. Жалпы Ыбырай шығармаларын тұтастай педагогика құрайды. Себебі Ыбырайдың өзі тіпті өз қаржысына мектеп ашқандығынан ақ оның даланың алып қоңырауындай елді ілім-білімге шақырғанын байқауға болады. Енді осы Ыбырай шығармаларын мектепте қалай оқытамыз? Біріншіден, барлығыңызға таныс шын және жалған әдісі. Жалпы өздеріңізге белгілі қазақ әдебиеті пәнінде спираль тәріздес оқу мақсаты қойылған, яғни жеңілден күрделіге өтеміз. Сондықтан ең біріншіден бұл жерде білу және түсіну дағдылары бойынша оқушылардың Ыбырай атамыз туралы қандай мәліметтер білетіндігін тексеру мақсатында немесе ол туралы мақалалар, басқа да еңбектермен таныстыра отырып, олардың алған білімдерін шын және жалған әдісімен тексеруге болады. Ыбырайдың шын есімі Ибрахим екенін білесіз бе? Немесе Ыбырай туралы қызықты 10 дерек деп те алсаңыз болады. Бұл жерде бұл шын болып белгіленеді. Ыбырай шығармаларының бір бөлігін этнографиялық очерктер құрайтынын білесіз бе? Бұл шын. Алтынсарин Торғай облысы бойынша орыс қазақ училищелерінің инспекторы болып тағайындалды. Бұл шын. Арасында жалған дүниелерді қосып, оқушылардың білімін тексеру үшін пайдалануға болады. Дәл сол сияқты орыс тілі пәнінің мұғалімі болып қызмет атқарғандығы да, атасы Балғожа Жаңбыршылының хатшысы болғандығы да, Айқап журналының 1-ші нөмірі Ыбырай өлеңімен ашылғандығы да, өз шығармаларында халық ауыз әдебиеті үлгілерін кеңінен пайдаланғандығы да бұл шын. Және де осындай ақпараттарды тексеру арқылы оқушының жадында ұзақ сақтауға болады. Келесі бір әдіс бұл сөздер сөйлейді әдісі. Сіз тақтаға немесе түрлі стикерлерге сөздерді жазасыз және осы сөздерді Ыбырайдың шығармаларымен, Ыбырайдың өмірімен байланыстырасыз. Мысалы, қазақ балаларына арнап мектеп ашты, өнер білім бар жұрттар деген өлеңі бар деген сияқты. Қазақ хрестоматиясы сынды оқулық жазды деген секілді оқушы өзінің танымына, біліміне сәйкес сөздерді байланыстырып айта береді. Дәл сондай әдіс жылдар сөйлейді әдісі. Енді бұл жерде жылдарды ғана беріп қоясыз. Оқушылар осы жылдарда Ыбырай атамыздың немен айналысқанын, қандай жұмыстар атқарғандығын, қандай шығармашылық жұмыстары жария еткендігін айтса болады. Сондай-ақ осы жылдар мен тірек сөздерді немесе сөйлемдерді байланыстырып, сәйкестендіру тестін құрауға болады. Сондай-ақ Попс формуласын шығарманы әдетте оқып біткеннен кейін
бағалау және салыстыру бөлімінде қолдансаңыздар болады. Және де Попс формуласында дәл қатып қалған менің ойымша, себебі мен оны былай түсіндіремін, қорытындылай келе оны мен мынандай фактілермен дәлелдеймін дегеннен көрі, қазақы формаға сай өз ойларын жеткізу үшін олардың кішкене формасын өзгертуге болады. Мәселен, менің ойымша, дүние еңбек етсең табылады екен. Бұл дүние қалай етсең табылады деген сұраққа әрі жауап, әрі шығармадан алған өзінің қорытынды ойы. Себебі табанды түрде тер төккен адам оның зейнетін көреді. Оны мен Ыбырай Алтынсариннің Антон туралы шығармасы арқылы дәлелдеймін. Шығармада тіленші Антон жұмыс жасап, малына күтімді болып, зор дүкеннің иесі атанады. Қорытындылай келе, мақсат қойып, соған талпынып жұмыс жасаған адам білім де алады, дүние де табады. Енді бізде көбінесе оқу мақсаттары әдеби теориялық ұғымдармен сәйкес келеді. Сол үшін тақырыптың не екенін, идея, фабула, сюжет дегеннің не екенін сабағымыздың басында осы теорияларға тоқталып кеткен жөн. Яғни бұл жерде Зейнолла Қабдоловтың тақырып туралы, идея туралы тұжырымдары беріліп, ары қарай біз Қыпшақ Сейітқұл шығармасындағы тақырыбын және идеясын анықтадық. Яғни тақырыбы Сейітқұлдың елдің қамын ойлауы, идеясы адал еңбек арқылы байлыққа жету, байлыққа кенелу екен. Сондай-ақ оқу мақсатында тағы да мынандай дүниелер бар. Шығармадағы кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырыңыз деген. Осы ретте біз шығармадағы екі кейіпкерді бір-бірімен салыстырып көрдік. Бұл жерде Қыпшақ Сейітқұлдың мақсаты қандай, ал Сейітқұлдың ағасы қандай? Қыпшақ Сейітқұлдың әрекеті қандай болды, ал Сейітқұлдың ағасының әрекеті қандай болды? Нәтижесінде кім жетістікке жетті, ал кім құрдымға кетті деген дүниені салыстыра отырып сипаттаса, оқушы әрі талдап үйренеді, әрі бағалап үйренеді. Дәл осындай дүниені айтарым бар әдісі арқылы пайдалансаңыздар болады. Мысалы, шығарманың тақырыбы қандай? Біріншіден, ағасының ауыр тағдыры, екіншіден, Сейітқұлдың ел қамын ойлауы. Егер осы екі тұжырымның ешқайсысымен келіспесе, онда менің ойымша деп оқушы өз ойын айтады. Сол сияқты әңгіменің айтқысы келген ойы неде? Әңгіме қандай мақалдарға сай келеді? Мысалы, біріншісінде оқу немен құдық қазғандай, екіншісі доссыз өмір сөнген көмір. Оқушы менің ойымша бұл жерде еңбек еткен ерінбей, тояды қарным тіленбей деген мақалды алса болады. Сондай-ақ қазіргі заманда актуалды болған әдістердің бірі бұл кейс әдісі. Ыбырай Алтынсариннің Қыпшақ Сейітқұл шығармасындағы Сейітқұл 30 үйлі кедей ауылды бай ауылға айналдырып, халық санын көбейтті. Сейітқұл әрекетін берілген кестемен сипаттай отырып, өзіңіздің әрекетіңізді жазыңыз. Бұл жұмысты сіздер жұптық, топтық жұмыс ретінде де берсеңіздер болады. Мысалы, тұрмысы нашар халықты молшылыққа қалай кенелтесіз? Оқушының алдына осындай бір мәселе қойыңыз. Сейітқұлдың мақсаты шығармада қандай болып еді? Ол халықтың мәселесін шешу үшін қалай ізденді? Сейітқұлдың ұтқырлығы неде? Халқы байлыққа неге мастанбады? Сейітқұл ары қарай не жасауы мүмкін еді? Оқушылар шығарманы оқи отырып, әбден шығарманы осы сұрақтарға жауап бере отырып талдайды. Одан кейін олардың әрекеті қандай болмақ? Бұл жерде жеке жұмыс ретінде берілген, сондықтан екінші жақта тұр. Сіздің мақсатыңыз, сіз қалай ізденесіз? Сіздің ұтқырлығыңыз, халық тек баю жолын ғана ойламас үшін сіз не істейсіз? Болашаққа сіздің жоспарыңыз қандай? Кейс әдісі қазақ әдебиетінде де, қазақ тілінде де қазіргі уақытта кеңінен қолданып жүр. Алдағы уақытта мен сол әдістерден тағы да бөлісетін боламын үлгілерімен. Енді барлығыңызға белгілі, әдеби эссе туралы қазір көбірек кеңінен айтылып жүр. Мен ол жағынан тоқталмаймын, бірақ мына мәліметтерді суретке түсіріп алсаңыздар болады. Сондай-ақ эссе жазу бойынша әдістемелік нұсқаулық, яғни мынау орта мектепті бітірген оқушылар үшін осындай бөлімдерді кіріспе қорытынды бөлім қалай жазылу керектігін осылай қысқаша ықшамдап жасадым. Енді Қыпшақ Сейітқұл шығармасы бойынша егін шаруашылығы кәсіптің кереметі деп оқушылармен бірге отырып осы эссені жаздық. Және де оқушыларға эссе тақырыбын беретін кезде міндетті түрде тақырыпты ұстанатындай ашық тақырып ретінде берсеңіздер екен.
Себебі көп эссе тақырыптары жабық күйінде беріледі да, ол жерде оқушы нақты нені айтатындығын, қай сұраққа жауап беретіндігін, қандай ұстаным ұстанатындығын білмей жатады. Сондықтан егер адал еңбек байлық бастауы дедіңіз ба, онда Қыпшақ Сейітқұлұлы қалай бай болды? Олар осы байлыққа қалай жетті? Сұрақ ретінде жақшаның ішінде беріңіз. Ізденген жетер мұратқа Қыпшақ Сейітқұлұлы барымташылардан қалай қорғанды? Яғни оқушы өзінің ойын айтатындай қылып беріңіз. Ұрлық түбі қорлық. Сейітқұлдың ағасының тағдыры неге сәтсіз болды? Мінекей, яғни бағалау және салыстыру бөлімінде осындай әдеби эссе жазумен аяқталады. Алдағы уақытта да осындай әдістермен және жаңалықтармен бөлісетін боламын. Мінекей, Ыбырай Алтынсариннің өзінің сөзімен аяқтағым келеді. Сені де Құдай тағала босқа жүруге жаратпаған, жұмыс жасауға әдеттену керек. Әрбіріміз мектепте мұғалімбіз, сондықтан ізден шығармашылық шыңға жету үшін тоқтамай ізденуіміз керек, жұмыс жасауға әдеттенуіміз керек. Сонда бізде жақсы нәтижелерге жететін боламыз. Егер сіздерге ақпарат пайдалы болса, алдағы уақытта қандай тақырыптарда ой бөліскілеріңіз келеді, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңыздың қиын да қызықты жұмыстарыңызға шығармашылық сәттілік тілеймін.